Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ілімді қабірге, туғаннан бастап қабірге кіріп кеткенге дейін үйреніңдер деген. Көрдіңіз бе? Тоқтатып қоюға болмайды ілімді. Тоқтаған су сасиды дейді, тұрған су. Сол сияқты адам ілімді тоқтатса, рухани шірейді дейді ғой. Рухани шірейсің кәдімгідей. Ілімді тоқтатсаң. Ілімді үйреніңдер дейді. Өйткені ілімді үйрену бұл жақсылықтың ең көкесі деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Жақсылықтың ең көкесі не екен? Ілім үйрену дейді. Кісінің өсиетін қараңыздар. Ал оны ілімді талап қылу, бұл құлшылықтың ең төресі деп айтады дейді. Ал қызық сіздерге осы жерде айтайын. Құлшылықтың ең төресі не дейді? Ілім талап қылу дейді. Ғалымның оқыған 2 рәкағат намазы, білімсіз адамның оқыған 1000 рәкағатынан абзал. Ана қараңыздар. Бұның астын түсініп жатсыздар ма? Білім алмағансың да, Құран вообще кириллицамен жаттап алғансың. Пытыр-пытыр, мағынасын да түсінбейсің. Пытырлатып күніне 1000 рәкағат оқып жатсың да. Жоқ, мағынасын біліп, әрбір Құранның әріпін орнына қойып, әрбір нәрсесін дәлелмен оққан 2 рәкағат намаз білімсіздің 1000 рәкағатынан абзал дейді. Ана қараңыздар. Ілімді талап қылу құлшылық деген сол екен. Көрдіңіз ба? Сен 1000 рәкағат дейді намаз оқи бергенше, одан ана намазды қалай дұрыс оқу керек, Құранды қалай дұрыс, соны үйреніп ал деп жатыр да. Көрдіңіз ба? Мықты нәрселерді айтады. Ва музакарату тасбих дейді. Ілімді қайталау бар ғой, ілімді қайталау. Бұл зікірдің ең ұлысы дейді. Ана қараңыздар. Зікірдің ең ұлысы не екен? Білімді қайталау дейді. Алған іліміңді тәк. Мешітте үйреніп шықтыңда дәреттің 4 парызы бар деді. Үйге қарай кетіп бара жатсың, дәреттің 4 парызы бар. Бірінші бетті жуу толығымен, екінші қолды шынтақпен бірге жуу, үшінші басқа масық тарту, төртінші аяқты толықпен жуу. Дәреттің 4 рәкағат парызы бар. Қайталап барасың үйге. Сүрініп қала бердің, ұмытып қалдың, 3 рәкағат бет, 3 үміт деп жаңа. Сол үшін сүрініп қалмау керек, кәдімгідей сүрінбей бару керек. Дәреттің 4 парызы бар, кеттің. Қайталап келе жатсың ғой, сол қайталауың дейді, зікірден абзал дейді, мына кісі айтады. Ана қараңыз, көріңіз, ілім зікірден абзал дейді. Ал оны іздену дейді, бұл Алла жолында соғысқаннан абзал дейді. Ал ілімді іздену, Алла жолында соғысу деген білесіздер ме қандай қиын екенін? Алла жолында соғысатын баяғыда сахабалар отбасымен қоштасып шығатын болған. Балам жақсы қош бол. Мен келем ба, келмеймін ба білмеймін болды енді. Жақсы әйелім қош бол, мына бала шағаға қара деп үйімен қоштасып шығатын болған баяғыда. Соғысқа кеткен адамдар. Міне ілім алу дейді, сол Алла жолында кетіп бара жатқан адамдардан да абзал дейді. Ана қараңыздар. Ал енді оны үйрету дейді білмейтін адамға, садақаның ең көкесі дейді ғой. Ең садақаның көкесі білмейтін адамға білімді үйрету дейді. Міне көке, сіздің шынтағыңызға су тимей қалып жатыр. Шынтақпен бірге жуыңыз, қолды шынтақпен бірге, парыз орындалмай қалып жатыр. Көрдіңіз бе? Ана кісіге үйретіп жібердіңіз да, кетті анау. Сол адамның оқығанның бәрін сауабын сен ал. Таза садақаның ұлысы білмейтін адамға бір нәрсені үйретіп жіберу да. Құранды үйрететін болсаң, вообще кетті ғой онда. Тоқтамайды анау, кете береді ол. Ал біліп қой дейді. Бұл ілім жәннатқа баратын адамның жолын жеңілдетеді дейді. Ана қараңыздар. Жәннатқа баратын жолды жеңілдетеді дейді. Кеше біз айттық. Көп қой бізде, мысалға, ізгі амалдар көп, қайсы бірін айтасың оны. Мысалға бір келтірдік, ең оңай нәрсені келтірдік. Дәрет алып болдық дейді, дәрет алып болдық. Не айтамыз дәрет алып болғаннан кейін? Дұрыс. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммад расул. Алланың жалғыз екендігіне, Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік беремін деп айттың да. Сөйтіп айтып едің, не береді саған сыйлық Алла? Ана қараңыздар, сыйлығын білмейсіздер да. Міне, көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кім дәрет алғаннан кейін сол сөзді айтса дейді, екі-ақ жол ғой. Алла оған жәннаттың 8 есігін ашып қояды дейді. Ал қалаған есігінен кіресің. Әрқайсысын бір-бір ашып көрсең де болады да. Бір ашсаң, мына жақта кімдер отыр екен деп. Мына кімдер екен ғой? Келесін көрейік деп. Қара, кім отыр? Өзің кім жақсы көресің? Сонымен бірге бар иншалла. Отыр ан жақта мысалға. Жаңа Муаз ибн Жабал отыр да. О, Муаз, сен туралы естіп едім. Қане сенмен бірге болайыншы деп кірдің да жәннатқа.
қалаған есігіңнен кіресің деп жатыр. Қалаған есігінен. Ілім ба бұл? Ілім ғой. Бүйткен білмейсің ғой. Дәрет алып болғаннан кейін мешітке жетесің ба, жете алмайсың ба, точно білмейсің ғой. Екі ортада кетіп қалдың ал. Сол кезде жәннаттың 8 есігі сені күтіп тұрады, келе қоймаған деп. Қалағаннан кіресің. Міне айтып жатыр, жәннатқа баратын жолыңды жеңілдетеді ілім деп жатыр. Өміріңді жеңілдетеді деп жатыр. Мұғаззи. Бұл дейді, ілім сен жалғыз қалып қойған кезде досың болады дейді. Сөйлесетін досың болады дейді. Ішің пісіп, бөліп кетесің дамайсың да жалғыз қалып қойған кезде. Құран қайталайсың, хадис қайталайсың. Басқа білімдер көп қой, қайталай. Сенің досың сияқты әңгімелесіп отыратын ілім. Бөтен ортаға түскен кезде дейді, қорғанышың болады дейді ілім. Көрдіңіз ба? Не бір пиғылды адамдар бар да, сені әдейі жер қылғысы келіп сұрақ қоятындар бар. Сол кезде ілімің сені алып шығады дейді ғой. Бөтен ортада кімге айналады дейді? Қорғаушыңа айналады дейді ілім. Ал дейді, жаудың алдында қаруыңа айналады дейді, ана қараңыздар. Жау алдында ілімің қаруға айналады дейді. Білекте бірді, білімді мыңды жығады дейді, қазақ айтады. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз дүниеден өткеннен сахабалардың арасында шамалы келіспеушілік болады да, сонда Абдулла ибн Аббас деген сахаба 20 мың жамағатты адасып баратқан жерінен тоқтатып алады. Құраннан 3 дәлел айтып. Адасып бара жатқан 20 мың адам, ойла, 20 мың адамды бір сахаба, бір ғалым шығып не істейді? Бер қарай бетін қайтарып алады ғой. Көрдіңіздер ме? Демек, ілім не болады екен? Қаруың дұшпанға қарсы дейді. Сол сияқты бұл білім дейді. Алла тағала біреулердің дәрежесін көтеретін нәрсе дейді. Мына жер тез айтып шығайын. Бұл білім имам сияқты дейді. Имам, ал амал бұл жамағат сияқты дейді. Мына кісі айтып жатыр. Ілім бұл имам сияқты, жамағат сияқты бұл не? Амал дейді. Бұны былай түсіндіреміз. Имам сияқты, біз имамға үйіміз ғой намазда, дұрыс па? Имам рукуққа бармай жатып, біз бірден рукуққа кетіп қаламыз ба? Имам бірінші барады рукуққа, біз артынша барамыз рукуққа. Міне көрдіңіз ба? Имам бұл білім дейді. Ал амал ол жамағат сияқты дейді. Артынан ілесіп отырады дейді. Бірінші сен білімді аласың, содан кейін амал істейсің. Білмейтін нәрсен қалай амал істейсің мысалға? Мысалға сізге айтайын, духа деген намаз бар, оны білмейсің, не қандай намаз екен, вообще білмейсің. Соны оқисың ба соны мысалға? Білмесең оқымайсың оны. Біліп алдың, күн шыққаннан кейін оқиды, жарты сағаттан кейін. Оққан адамның Алла бүкіл мұқтаждығын өтейді, бүкіл денесінің садақасы болады, бүкіл күнәдан сақтайды. Біліп алдың, енді білгеннен кейін оны амал қыласың ғой. Уже амал қылу бұл жамағат дейді да. Анау имам, мынау жамағат дейді. Бүйтіп ілеседі дейді былайынан. Дұрыс түсініп жатсыздар ма? Екеуін аражын. Міне, бұл ілім дейді. Сондай құрметті нәрсе, періштелер қызығады дейді ғой. Ілім алатын адамға періштелер қызығады дейді. Қызыққандығы соншалықты, бұл пайғамбарымыздың хадисінде де келеді. Қанаттарын аяғының астына тосады дейді ғой. Ілім алушының аяғының астына. Ана ілім алушы талапкер, бұл жерде жүрмейді дейді, сізбен біз сияқты. Көрдіңіз ба? Бұл періштелердің қанатында жүреді дейді. Қанша жыл оқыса, сонша жыл періштелердің қанатында жүреді дейді адам. Енді бұл ілім деген сөз, мешітке келіп алсаң да болады бұл ілімді, проблема жоқ. Үйден шығып мешітке қарай келе жатсыз да, періштелер сізге не істейді? Қанаттарын тосып қояды ғой. Көршің отырып алған прикол ұстап отыр да, тақиян киіп алып қақы барасың еді. Мешітке Құранды үйренуге баратын деді. Құран ба деп. Ол көршің жерде отыр. Көршің. Сен періштелердің қанатында кетіп барасың да. Көрдіңіз бе? Екеуі тең болмайды. Міне соны айтып жатыр. Періштелер разы болып қанатын жаяды дейді. Және бүкіл көктегілер дейді. Ана қараңыздар. Көктегілер деген құстар, барлық періштелер болсын, барлығы. Судың астындағылар дейді. Бүкіл балықтар. Ана қараңыздар. Жердің бетіндегілер, бүкіл хайуандар. Төрт аяқтың қасқыр, аю-паю, не жаратылысы бар, соның барлығы ілім ізденуші адам үшін дейді. Тасбих айтып тұрады дейді, кешірім тілеп тұрады дейді, ана қараңыздар. Бұл сыйлық ешбір адамзатқа берілмеген, қараңыздар. Бұл сыйлық бар ғой, сен намаз оқысаң ала алмайсың ол сыйлықты. Ораза ұстасаң да ала алмайсың. Қажылық, зекет ештеңеден ала алмайсың. Тек қана ілім алсаң ғана осы сыйлық беріледі саған. Бүкіл дүние не істеп тұрады?
тасбих айтып, саған салауат айтып, саған истигфар айтып тұрады екен. Қараңыз. Енді сенен артық бақытты адам бар ма? Алла саған бүкіл дүниені бағындырып қояды ғой. Ұшып жүрген маса сен шағып жатыр да, мазаңды алып жатыр. Не істеп жүрді? Пұрды бөлтіп тастадың да, сөйтсек ол ілім алу үшін тасбих айтып жүрген ғой. Шегіртке кетіп жатыр, езіп жібердің да аяғын. Ол да тасбих айтып жатыр екен ғой ілім алушыға. Тасбих айтатын саның келмейтіп жатсың да сен. Көрдіңіз бе? Бүкіл жаратылыс сонда ілім алушы үшін тасбих кешірім тілеп тұрады дейді. Мына қараңыздар. Бұл ілім қараңғылыққа түскен кезде қолыңа шамшырақ болады дейді. Бұл білім дейді, ізгілердің қатарындағы мәртебеңді көтереді дейді. Бұл білім дейді, сені екі дүниеде де бақытқа жетелейді дейді. Ілім туралы ойлану, бір сәт Құран туралы, аят, хадистер, жалпы жаратылыс туралы ілім жайында ойлану дейді. Ілім алу, бұл оразамен тең болады дейді. Бұл іліммен арадағы қарым қатынас күшейеді дейді. Адал менен арамды үйренесің дейді іліммен. Қараңыз, өмірдің ең тәтті нәрселер осы. Адал қайсысы, арам қайсысы. Өйткені біз малдардан айырмашылығымыз осы. Малдар қарамайды. Адал ма, арам ба, біреудің огородындағы жеп тұра береді. Бар. Дұрыс па? О білмейді ғой адал қайсысы, арам қайсысы. Біздің айырмашылығымыз не олардан? Біз адалды жейміз, арамды тастаймыз. Міне бізге Алла ілім мен ақыл берген. Сол іліммен сен, мысалға, біреу кеп тұрда, аға алып қаласыз ба, жолда жаңа машинамен ұрып өлтіріп алдына жылқыны дейді да. Өлексе болып қалдық енді ол. Болды, арзан ба, арзан. Міне 2-3 мың теңге ала салдың. Ала салдың да жаңа малды. Соны әкеп бала шағаңда арзан ғой деп. Бала шағаң не жеді? Арам жеді ғой. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кім бала шағасын араммен азықтандырса дейді, бала шағасының клеткасын, тері бар ғой, тозаққа дайындай берсін дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бала шағаңды арам ақшамен бақсаң дейді, араммен бақсаң, балаңдың несін, терісін тозаққа дайындай бер дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Өйткені соны жеп өседі ғой ол. Сен әкелген нәрсені жеп өседі ғой ол. Бүкіл дене неден тұр енді? Харамнан түзелгенде мұнан бәрі. Ертең ол тозаққа оңай отын бола салады дейді. Міне ілім, адал қайсысы, арам қайсысы саған соны үйретеді дейді. Және бұл білімнен бақытты адамдар шабыт алады дейді, қараңыздар. Ал бақытсыз адамдар бұл ілімнен құр қалады деп айтқан екен. Көрдіңіздер ма? Адамның өмірі демек неге байлану керек екен? Ілімге байлану керек екен. Мына бүгін жастар көп, мына жерде мешіттің көбі жастар. Сол үшін ілім туралы айту керек болып жатыр. Елде ілім алатын, бізде ғалымдар керек елге. Бүкіл ислам үмметінің, бүкіл елдің атынан сөйлейтін ғалым керек елге, көрдіңіздер ма? Дұрыс, имам болам не деп жатсың? Дұрыс, бірақ ғалым бол. Анау арманыңды биікке қой, мақсатыңды. Мақсаты биік адаммен Алла Мұхаммедтің үмметін тірілтеді дейді. Көрдіңіз ба? Мақсатың биік болсын. Ғалым болам деп ілім ал, иншалла. Дүние табам деп өзіңнің жас жағыңды құртып алма. Ілім алам деп құрт, өкінбейсің. Абай атамыз айтып кеткен, жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Жас кезде алу керек еді ілімді деп жатыр. Пайдасын көре тұра тексермедім дейді. Ер жеткен соң түспеді уысыма, үлкейіп кеткеннен кейін қиын болып кетті дейді ілім алу. Шаруа көп, қатын бала шағаны асырау керек. Шаруа көбейіп кетті дейді. Қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Кейін кеш түсіндім мен дейді, көрдіңіз ба? Міне күйіп кеткен Абай сол нәрседен. Енді біз ол кісі күйген нәрсеге біз күймеуіміз керек. Ал енді сіз күйіп кеткен болсаңыз, балаңызды күйдірмеу керек онда. Балаң ілім алу үшін мал дүниеңді аяма дейді, Абай атамыз айтады. Аяма, ілім алсын дейді. Ғалым болсын дейді. Көрдіңіз ба? Сол кезде ертең дүние оның артынан қуып жүреді. Дұрыс па? Сондай. Міне ілім деген нәрсе осы. Қаншама Абайдың сөздері көп қой, біздің Абай атамыз деген айтып тастаған ғой енді. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрлеттім дейді, қараңыздар. Ешқашан мен тоқтаған емеспін дейді. Талабым мықты болған дейді. Бір ғылым еді, іңкәрім бар, қиынға сермедім дейді. Ілімім болды менің дейді. Қиналған кезде бүкіл нәрседен алып шықты мен дейді ілімім. Міне құрметті жастар,
Енді Құдай қаласа ілім алатын кез келді. Ілім алыңыздар. Әшейін бір арабша біліп уағыз айтсам болды. Керек емес, жетеді, уағыз жетеді. Конкурент болмай ақ қой бізге. Ғалым дос, біз сенің аузына қарап отырайықшы. Көрдіңіз ба? Қазір екі адамның бірі уағызшы ғой қазір. Психолог та уағызшы, блогерің де уағызшы. Баяғыда шымшық сойса да қасап сойсын деп айтады. Дұрыс, айтпаймыз, айт. Бірақ ілімін көтеретін жерден айтсай, анау жаққа қарай кетпей батсың ғой сен. Өзіңде адасып атсың, өзгені де адасып атсың, тренинг деп қойып жүрттің бәрі. Ақидаға бір кіресің, фиққа бір кіресің, бір шығын шығардың ғой дініне. Мамандарына білсей, мамандарына. Ақша табам деп, дінмен ойнап атсың ғой. Сол ақшаң ертең өзіңе қарама-қарсы куәлік кешірді деді. Қиямет күні өкініп қалма, бекер. Осы ақшаны бекер тауыппын мен деп. Адамдарды алдап, дінді алдыма айналып қойып. Дін ұстағанның қолында тістеген аузында құрал болып қалды қазір. Ондай емес, дін бұл ғалымдардікі. Осындай. Ғалымшысың, бұл оңтүстік білесіздер, ешқашан қаймағы үзілмеген ғалымдарға толы бұл жер. Сол қалған мирасты ғалымдардан жалғастырыңыздар сіздер иншалла. Жеті сайданда бай ғалымдар шықсын. Ұлы ғалымдар бүкіл Қазақстанның Мұхаммедтің үммет мұсылмандардың алдында трибунада осылай өзінің сөздеріне нық сенімді ғалымдар шықсын иншалла. Балаларыңызды беріңіздер Алланың жолына. Мұса пайғамбар айтты ғой Алла тағала, ей Мұсаның анасы балаңды берші маған деді. Қайтарып беремін саған. Дұрыс па? Мұса пайғамбар баласын берді Аллаға, нөбесіне ағып жіберді. 2-3 сағаттан кейін баласын қайтадан қолына алды. Алланың уәдесі хақ. Сен де бер балаңды Алланың жолына. Алла аман есен балаңға келіп қояды қайтадан қолына. Және қуанасың сол балаңның ғалым болғанына екен. Көрдіңіз ба? Міне тамағымыз қырылып жыртылып айтып жатқанымыз осы. Бір адам болса да осы жерден ілім алып кетсе, біз үшін сол қайырлы. Болмаса айтатын уағыз жетеді. Не бар? Сіздерге зинада туралы айтып беремін, парада туралы айтып беремін, аманатта туралы айтып беремін, тәкаппарлық айтып беремін, иман туралы айтып беремін. Көп қой зікірлер туралы, көп уағыз исламда жетеді тақырып. Бірақ мен әдейі осы оңтүстіктегі сапарымда көбіне ілім туралы айтпаймын. Өйткені бұл жерлер ешқашан ілімнен үзілмеген жерлер. Кеше білесіздер, қаншама ғалымдар кетті мына жерде. Абсаттар ұстаз кетті, Абдуллаппар ұстаз кетті, Бауыржан ұстаз кетті, әлем. Барлығы осы оңтүстіктің жігіттері. Олардың орындалысы қаншама ұстаздар бар. Ерсін Әмір ұстаз бар, Арман ұстаз бар. Одан басқа қаншама қызмет жасап жатқан имамдар бар, ғалымдар бар. Осыны енді не істеу керек? Үзбеу керек. Ілімді тоқтатпау керек иншалла. Жаңа Абдуллаппар ұстаз айтады ғой. Оқымайтын балаларын әкеп бере береді дейді. Оқитын балалардың бәрін юрист, прокурор қылады дейді. Ақша табатындардың бәрі. Оқымайтындардың бәрін не десе керек? Дін сондайлардың қолында өткеннен кейін не болады сол? Бір шықылмай не болады? Оқитын балаңды берсе Құдайға. Ертең қуанасың, бұл дүниеде де қуанасың. Аяқта вообще сенен де қуанатын жоқ қой. Асына әкеліп тәжік кигізген кезде жыртылуды көкесі сол кезде болады. Адам бүкіл адамзаттың алдында тұрасың былай, басыңда тәжің бар, нұрдан киіп болған. Рахат. Кім папасың сен? Мен кімнің папасымын ана? Ей, машалла дейді. Міне көрдіңіз ба? Дүниеде балаңды бердің, Алла бүгін саған сыйлығыңды беріп жатыр деп айтады да ертең. Ешқашан өкінбейсің. Өкінбейсің. Міне құрметті бауырлар, аз айт, көп айт. Енді тыңдайтын адамға, еститін адамға көп қой ілім туралы қазір айта алмаймыз, бәрін тауыса алмаймыз. Жалпы бір нәрсені біліңіздер. Ғалымдарымыз айтады, ілімсіз жасалған намаз дейді, бұл жаттығу болып қалады дейді. Ілімсіз ұсталған ораза, бұл ашығу болып қалады дейді әшейін. Ілімсіз болған жихад, бұл адам өлтіру болып қалады дейді, нақақтан нақақ. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бүкіл біздің өміріміз ілімге байланған. Әлсіз болса да хадистерде келеді. Күн алиман дейді, болсаң ғалым бол дейді. Ғалым бола алмасаң, сол ғалымның шәкірті бол дейді. Ілім алушы бол дейді. Ілім алушы бола алмасаң, соларды жақсы көруші бол. Яғни тыңдаушы бол дейді, тыңдаушы, ілімді тыңдаушы. Ол бола алмасаң, оларды жақсы көріп, жәрдемдесуші бол дейді, жәрдемдесуші. Төртеу айтты міне.
Егер бұлардан бола алмасаң, бесіншісі болма дейді. Құрып кетесің дейді, құрып кетесің дейді. Көрдіңіз бе? Не ғалым бол, не ілім алушы бол, не тыңдаушы бол, не жақсы көруші бол, жақсы көріп соларды жәрдемші бол, бесіншісі болма, құрып кетесің дейді. Көрдіңіз бе? Бүкіл біздің өміріміз